Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді салат істеп көрсететін боламын. Қарынмен түрлі салаттар да, тамақтар да, ыстықта салқында салат істеуге болады. Соның бір түрін көрсететін боламын. Бірінші ең алдымен қарынды араластырып қайнатып аламыз. Қарынды бір қайнатқаннан кейін қайтадан повторно жуып қайнатамыз. Және осылай барлық керек ингредиенттерін турап аламыз. Барлығын ұзынша етіп тураймыз. Бізге бірінші қарынды майға қуырып аламыз. Сосын тұз бен чеснокты және қызыл бұрышты. Сосын ащы бұрышты, қызыл бұрышты, сосын приправалардың барлығын астына қазір жазып кететін боламын. Және огурцыйды келесі барлығын бірінен кейін бірін подряд қуырасыздар. Және осылай соевый соусты құямыз. Соус құйғаннан кейін астын каждый раз араластырып тұру керек. Бір шай қасы уксус саламыз. Барлығын араластырып тұрмасаңыздар күйіп кетеді. Ыстық отта шамалы 5-10 минут астын басып қалдыруларыңыз керек. Және осылай өте дәмді болады. Ас болсын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.